Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы әртіспен кездесу ұйымдастырамыз. Екінші сабағы. Сабақтың мақсаты: жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу. Етістіктің шақтарының қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдану. Ал балалар, онда сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берсеңіздер. Егер де саған кездесу ұйымдастыру тапсырылса, қай әртіспен кездесу ұйымдастырар едің? Неліктен ол әртісті таңдадың? Қанекей, өз ойларымызбен бөлісіп жауап берейік. Балалар, өткен сабағымызда естеріңізде болса, Досқан Жолжақсыновтың өмірі мен шығармашылығына бүгінгі сабақта толығырақ тоқталамыз деген болатынбыз. Ендеше 7-ші тапсырма. Ұялы телефондарыңдағы ғаламтордан Досқан Жолжақсыновтың өмірі мен шығармашылығына қатысты ақпаратты тауып, қысқаша өмірбаян жаз және оқы. Досқан Қалиұлы Жолжақсынов 1951 жылы 7 қазанда Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданында дүниеге келген. Алматы мемлекеттік өнер институтын тамамдаған. Актер, әнші, Қазақстанның халық артисі, Қырғызстанның еңбек сіңірген артисі, Қазақстан Жастар одағы сыйлығының иегері. 1971 жылдан қазіргі Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының актері. 1995-2001 жылдары осы театрдың директоры әрі көркемдік жетекшісі болған. Актер театр сахнасында және кинода 200-ден астам бейнені сомдаған. Сонымен қатар халық әндері мен қазіргі қазақ композиторлар әндерін шебер орындаушы ретінде кеңінен танымал. Жолжақсынов ұлттық кино өнерінің дамуына өз үлесін қосып, Гауһартас, Даладағы қуғын, Алтын күз, Омпа, Ақбарыстың ұрпақтары, Көшпенділер, тағы басқа фильмдерге түскен. Біржан Сал, Құнанбай фильмдерінің режиссері. Балалар, біз сіздермен алдыңғы сабақтарымызда етістіктің шақтарымен танысқан болатынбыз. Келесі орындалатын тапсырмамыз осы етістіктің шағына байланысты. Сондықтан есімізге түсірейік. Етістіктің шағы дегеніміз не еді? Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіретін етістіктерді етістіктің шағына жатқызады екенбіз. Етістіктің 3 шағы бар екен. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Осы шақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, Аслан хат жазып отыр. Өткен шақ сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен іс-әрекет. Мысалы, мен жазда Астанаға бардым. Келер шақ сөйлеп тұрған кездің әлі болмағанын, бірақ кейін болуға тиісті қимыл іс-әрекет екен. Мысалы, Асан ертең нағашы атасына бармақ. Балалар, етістіктің шақтарының жасалу жолдарымен біз танысқан болатынбыз. Тағы бір көз жүгіртіп өтейік. Есімшеден және көсемшеден жасалады екен, яғни жұрнақтарынан жасалады екен. 6-шы тапсырма. Жазылым айтылым тапсырмасы. Мәтіндегі етістіктерді теріп жазайық. Олардың қай шақта тұрғанын және қалай жасалғанын айтамыз. Мәтіндегі етістіктер мен сіздерге біразын ғана үлгі ретінде жаздым. Өткіземіз, ұйымдастырады, жаздық, безендірді. Ары қарай толықтырамыз. Қалай талдаймыз? Өткіземіз. Келер шақ етістікке жатады. Себебі іс-әрекет алдағы уақытта болатындығын айтып тұр. Және бұл көсемшенің е жұрнағы жалғану арқылы жасалған. Ал енді балалар, 8-ші тапсырмаға көшейік. Жағдайы. Досқан Жолжақсыновпен кездесуге сен де қатысып отырсың. Қандай сұрақ қояр едің?
Сұрағыңды жазбаша дайында. Дайындаған сұрағыңды айт. Мен мынандай сұрақ дайындайтын едім. Егер сіз актер, әнші болмағанда, қандай мамандықты таңдар едіңіз? Немесе кішкентай кезіңізде кім болуды армандадыңыз? Ал қанекей балалар, өз сұрақтарыңызды жіберіңіздер. Ал балалар, үйге тапсырма, 9-шы тапсырма, белгілі тұлғалардың маманға қатысты айтқан сөздерін тауып жаз. Олардың мағынасын өз сөзіңмен түсіндір. Бұл жерде ғаламтордың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.